негізі қатардағы қарапайым мұсылман болып та Алла тағала мен оның елшісінің разылығына жетуге болады. Оған дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Табук шайқасында болған кезде бір ауылды мекенде бір міскін кісі болады. Сол кісіні халқы ислам қабылдаудан тосады, оған кедергі болады. Нәтижесінде ол кісіні сондай бір жалғыз ғана ыстық, өте ыстық бір жүннен жасалған киіммен қалдырады. Ол кісі ақыр аяғы сол халқынан қашып пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келіп иман келтіріп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көзін көреді, яғни сахаба атанады да. Содан кейін ол кісі қайтыс болады. Қайтыс болғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Хазіреті Абу Бәкір, Омар үшеуі түннің ішінде барып ол кісіні өздері жерлейді. Жерлеген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кәнеки бауырларыңды маған беріңдер деп алады да ол кісіні жерлеп жатып, ей Алла тағалам, мен бұл пендеге разымын, сен де разы болшы деп солай жерлейді. Осы сөзді естіген Хазірет Абдулла ибн Масуд былай деп айтады екен: шіркін-ай, сол қабірдің иесі мен болғаным ба ғой дейді.